Ютубтан сұрақ келіп жатыр. Бір әйел адам жазыпты, менің ұлым бар 30 жаста, бірақ құмар ойынға беріліп, қарыз алатын жер қалмады, соған уайымдап, не істерімді білмей жүрім деп жатыр. Бұл жағдайда 30-дағы бала болса, біз оны өзгерте алмаймыз. Ол қалыптасқан үлкен ер азамат. Біз оны 16 жасқа дейін кішкене өзгертуге болатын еді. Енді ол адам өсті, қалыптасты. Құмар ойын өкінішке орай ол ауру. Ол жаңағы наркотик сияқты, одан бірден шығып кету қиын. Енді бұл жерде әр адам өзі ниеттен өзгеремін деген ниет болса, ана ретінде көмектесуге болады. Ал егерде ол қалып өзіне ыңғайлы болса, шамаңыз келгенше барлық жерге тумаластарыңызға айтып қойыңыз, осындай қарыз бермеңіздер деп, банктарға барып жаңағы программалар бар, жаңағы вообще кредит бермейтіндей қылып тастап, балаңыз қандай, соны қабылдау керексіңіз. Алла просто сізді сонымен сынап жатыр. Барлығымыз сынақтамыз. Ол сынақты сіз қабылдап білуіңіз керек. Шамаңыз келгенше көмектесіңіз.